Сәлем достар, мен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Және бүгінгі видео менің арнамда скетч жанрындағы видео болады. Егер де сен сабаққа барғанда үй жұмысын жасамасаң және саған керемет сылтау керек болса және апайдың саған сенгенін қаласаң, онда осы видеоны қарасаң, сен өзіңе керекті сылтауды тауып, сабақ басталған кезде, үй жұмысын жасамаған кезде апайға осы сылтаулардың біреуін айтсаң болады. Егер саған осы видео ұнаса, онда саусақтың жоғары тұрған белгісін басып кет және комментарияға өзіңнің пікіріңді жаз. Егер де осы видео 75 лайк жиналса, мен екінші бөлімін түсіретін боламын. Ал олай болса, біз видеоның тақырыбына көшейік. Мен кеше сабақтан шыққаннан кейін отбасымызбен бірге дачаға барған болатынбыз. Және кеш батқан кезде біз шашлык істейін дедік. Себебі бұл біз дачаға көп келе бермейміз. Және де соңғы рет шашлык жейін деп шештік. Және шашлык істейтін кезде бізде ешқандай қағаз болмады. Ал жалғыз қағаз ол сіздің сабағыңыздың дәптері болды. Сондықтан кешірерсіз. Апай, кешірерсіз, мен жұмысын жасаған жоқпын. Себебі менің қасымда отыратын көршім менің кітабым мен дәптерімді өзінікі деп алып кетіпті. Сондықтан мен жұмысын жасай алмай қалдым. Мен өте алыста тұрамын және кеше сабақтан шыққаннан кейін далада жаңбыр құйып кетті. Өте жаңбырдың астында қалғандықтан менің базардан алған рюкзагым качествосы жаман болды және соның ішінен оның матасынан бүкіл жаңбырдың суы өтіп кетті. Және де менің дәптерім мен кітаптарымның сиялары барлығы ағып кетті. Сондықтан үй жұмысын дұрыс жасай алмадым, кешірерсіз. Апай, мен үй жұмысын жасаған жоқпын, себебі мен жаңа сабақ басталмай тұрып, ішім қатты ауырып кетті де әжетханаға бардым. Және әжетханаға барғанда ішінде ешқандай қағаз болмады. Жалғыз қағаз сіздің сабағыңыздың дәптері болды, кешірерсіз. Кеше менің үйіме туысым келді, өзінің кішкентай бөпесімен. Яғни мен столдың үстінде сабақ оқып отырған кезде мама мені магазинге бульон алып келуге жіберді. Және сабақтарым солаймен тастап кетіп, магазинге кетіп қалдым. Яғни магазинге келген кезде дәптерімнің барлығы жыртылып қалыпты. Яғни сіздің сабағыңыздың дәптерін менің туысымның бөпесі жыртып тастапты, кешірерсіз. Мен білмей қалып басқа тапсырманы орындап келдім. Бірақ ол тапсырма мынаған қарағанда қиынырақ. Автобустан түсе берген кезде менің аяғым тайғанап кетті. Яғни мен үйден шыққан кезде сумкамды дұрыс жаппаппын. Және оның ішіне сіздің сабағыңыздың дәптері мен кітабы түсіп қалыпты. Ал мен оны байқамай қалдым, кешірерсіз. Яғни таңертең тұрған кезде бутылкаға су құйып сумкам ішіне салып қойған болатын. Және жаңа алып ішейін деп жатсам, оның ішіндегі судың барлығы төгіліп кетіпті. Ал сіздің дәптеріңізде және барлық кітаптарды дәптерлер ішіне сиялары ағып кетіпті. Және мен үй жұмысын жасамадым және шөлдеп тұрмын. Біз жаңа үйге көшкен болатынбыз және ол үйге ремонт жасап жатыр едік. Мен сабақ жасап жатқан кезде, қолымды жууға кетіп қалған кезде, менің дәптерімнің үстіне случайно краска төгіп алыпты. Мен таңертең тұрғанда маманы сабаққа бармаймын деп көндіремін деп ойлаған болатынмын, бірақ ол көнбей қойды да мен сабаққа жіберді. Сондықтан мен ешқандай сабақта үй жұмысын жасамай келдім, кешірерсіз. Достар, сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса саусақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.